Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақты бәліш пісіреміз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен асқабақты қабығынан аршып, тазалап, буға пісіріп аламыз. Шамамен 15 минуттай. Енді бәлішіміздің қамырын жасаймыз. Ол үшін ұнды електен өткізіп аламыз. Оған тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді салқын сары майды ұнға аунатып, осылай үкіштен өткіземіз. Менде мұздатқыштан шыққан сары май. Енді үкіштен өткізіп болғасын, осылай қолымызбен үгітеміз. Сары май еріп кетпеуі керек, сондықтан да мұздатқыштан шыққан сары майды қолданыңыздар. Енді мұздатылған суды құйып, қамыр елейміз. Шамамен 8-10 ас қасық құямыз. Суды міндетті түрде алдын ала мұздатқышқа салып салқындатып алыңыздар. Міне бізде осындай қамыр шығу керек. Енді салафанға салып, мұздатқышқа 15 минутқа қойып қойыңыздар. Енді піскен асқабақты блендермен езіп аламыз. Асқабақ піскен кезде артық сулары шығады, оны сүзіп алыңыздар. Әйтпесе бәліштің іші сұйық болып дұрыс піспей қалады. Енді асқабақты толықтай суытамыз. Мұздатқыштан шыққан қамырды осылай формаға салып, қолымызбен жайып шығамыз. Енді шанышқымен әр жерінен тесіп, мұздатқышқа тағы да 15 минутқа салып қоямыз. Енді үстінен пергамент қағазын төсеп, ауыр салмақ болу үшін горох салып, 180 градусқа дейін қызып тұрған пеште 10 минуттай пісіреміз. Міне 10 минут пісті. Енді осы горохты алып, тағы да пешке салып, шамамен 10 минут пісіреміз. Міне асқабақ тоқтай суды, енді оған ванильді қантпен ұнтақталған дән қабықты қосып араластырамыз. Жұмыртқаны бір-бірден салып отырып, барлығын жақсылап араластырып отырамыз. Енді үстінен қойытылған сүтті құйып араластырамыз. Енді жүгері крахмалын немесе картоп крахмалын қосып араластырамыз. Міне осымен салмамыз дайын болды. Енді формаға құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 1 сағат немесе 1 сағат жарымдай пісіреміз. Мінекей бәлішіміз пісті, енді формада толықтай суытамыз. Содан соң осылай пышақпен формадан жан-жағын босатып, формадан аламыз. Енді бәлішті әдемілеу үшін мен осылай қағаздан жапырақтың формасын жасадым. Соны кесіп, осылай бәліштің үстіне қойып шығамыз. Үстінен қант ұнтағын електен өткізіп, осылай сеуіп шығамыз. Содан соң жаңағы трафаретті осылай жайлап бәліштен алып шығамыз. Мінекей асқабақты бәлішіміз пісті, өте әдемі болып шықты, және де өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шықты. Осы менің рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.